Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге молочный коржики пісіретін боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға сүтімізді және қантымызды салып, оны орташа отқа қоямыз. Қанттың ерігенін күтеміз, арасында қасықпен араластырып тұрған жөн. Қантымыз ерігеннен кейін оны оттан түсіреміз. Ыссы сахарный сиропымызға сармаймызды саламыз және сармай ерігенге шейін оны араластырып тұрамыз. Міне сармаймыз еріді, енді оны шұңғылда ыдысқа құйып суытатын боламыз. Міндетті түрде массамызды суытамыз және суығаннан кейін бір жұмыртқаны жарып, бұның жартысын салатын боламыз. Ал жартысы коржиктердің бетіне жағуға керек болады, оны алып қаламыз. Міне видеода көрсетілгендей бірінші жұмыртқаны шанышқымен араластырып алдым және араластырып болғаннан соң оның жартысын массаға құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Міне сәл араластырып жібереміз және де араластырып болғаннан соң оның үстіне разрыхителімізді саламыз. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнды берілген мөлшерден көп салмағандарың үшін, егер көп салсаңыздар, біздің коржиктарымыз қатты болып кетеді. Міне осындай өте жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді ол қамырымызды жайып, оны өзімізге керек формада кесіп, оны пісіретін боламыз. Қамырымыз қатты, қалың да емес, жұқа да емес, орташа болуы қажет. Енді оны осындай формалар болса, осындай формалармен кесіп пісіретін боламыз. Егер осындай формалар болмаса, кәдімгі стаканмен де кесе берсеңіздер болады. Енді пергамент жайылған табамызға оларды салып, бетіне алып қалған жұмыртқамызды жағып, 180 градуста пісіріп аламыз. градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне біздің коржиктарымыз пісті, олар өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап және дәм татып көріңіздер. Сіздермен болған мен аяулым. Сау болыңыздар.